Елу жыл қалай? Көрмей жатыр ғой ол кісі дейді, не істеп не қылып жатқанын. Жоқ, енді қазір, давай. Нағын түсіндіріп тұр ғой. Елу жыл, 40 жыл, 30 жыл отауластан енді кішкене әйелді жеңген адам болған жоқ. Жеңген адам болса да ол психиатрический больницада шығады ғой. Енді былай істейік ағайын. Қазір маэстро өлең береді. Өлеңнің аты керек болады. Мысалы, қандай өлең, есімі қандай өлең және өлеңнің бір шумағын айтып беру. Енді бәріміз білетін өлең, әрбір тойға барғанда тыңдалатын өлеңдердің бірі. Дайын болса, бірінші ән. Келіңіздер, әулетіміздің байырғы құдағайлары жақындай құлай қарай халық көрсін танысын. Жаны бақыра сіз маңда жүр екенсіз ғой. Ал келіңіздер. Так, мына жерде сыйлық ұсынайын. Байырғы құда, да? Насызге? Күшті деп айтсыз. Рахмет. Дәңі, сосын мұны сізге. Көп рахмет. Ал, ассалаумағалейкумдер, саламатсыздар ма, сәлем бердіңдер, қош келдіңіздер. Қуаныш ортақ, той қаласын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, салынған көпірлеріңіз бет болсын. Аман болайық, бар болайық, құдағи болып, сырласуға не жетсін демекші. Сөз кезегі өздеріңізде басайық. Замчистер! Тихо. Ал енді құдағайларына келіп жатқан жаңадан танымайтын қонақтар болса тағы таныстыру дейін. Шеттен мына кісі Акай құдамыз, бұл біздің әулеттің ең бірінші құдасы. Әке шешеміздің бірінші құда болған құдамыз. Мына үлкен ағам Хаяу, сол кісінің бажасы. Мына кісі сол кісінің жолдасы, бұл елден келесі. Үлкен жеңгеміздің апасы, қайынапасы. Одан кейін мына кісі Нұрлыбай деген құдамыз, мені өзімнің балысым Бейбіт. Атасы Бейбіттің. Одан кейінгі құдағай, дәмелі құдағай, менің өзімнің ең кенже бажамның Талғатқайдан. Мамасы ауылда бірге тұрамыз, өте жақсы араласып тұрамыз, қазір апамыздай болып кетті, бір-екі бөлместе іздеп тұрамыз. Одан кейінгі Бөрібай құдамыз, алайын, ортаншы жеріміздің ата-енесі, күйеу баламның папа мамасы. Құдағайымыз Гүлсім деген. Одан кейінгі мына кісі Ләззат деген құдашамыз, жаңа өзімнен кейінгі күйеу балам бар, сол кісінің апасы. Құдамыз келемеған жұмыс барымен, Раша келген рахмет. Ал құрметті құдалар, мына бүгін құдамыздың құдаларын беріп жатсыңыз. Сол құдамызға бірге қосып шақырып жатқаныңызға көп рахмет айтамын. Дендеріңіз сау болсын, бала-шағаңыз аман болсын, алып келіп жатқан құдаларыңыз құтты болсын, балдар аман болсын, бақытты болсын. Құрметті тойшы қауым, бәрімізге бір сәлем. Біздер тұрамыз баяғыда Қалим мен Жұмағыз қосылғанда Красновский совхозда тұрды. Сол сайда тұрамыз, мынан 50 шақырым.
Рядом граница 7 километров. Кто не может проехать, можете к нам заезжать. Останавливаться, ночлег обеспечено. Если забуксуете или техника сломается, у нас крестьянское хозяйство, можем всем помочь. На заметку это я вам рассказываю. Давайте по-русски скажем. Мы живем русскоязычно. Казаков мало у нас было, русских много, поэтому у нас казахской школы не было. С перестройки все русские в Россию уехали. Теперь все казахи к нам переехали. Теперь школа на казахском языке у нас тоже есть. Енді шақырғаныңызға Ал құрметті қонақтар, қош келдік бәріңізге осы айгүлмен ысқақтың арудың інілерінің бәрін қонақтығына құдалығына ал құдалардың қадамдары құтты болсын, еңбегі сау болсын, балдар бақытты болсын, аралас құралас болып аман есен жүрек бәрімізде еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман болайық бәрімізде. Сен кімсің? Ей. Ал жақсы құрметті қауым, қош келдіңіз. Бәріңізде бүгінге қуанышқа келіп жатыр. Енді өзімді таныстыра кетсем, есім Нұрлыбай. Мына Бенге Умбаевтың күйеу баласы боламын. Мен жерде одан тұрған, қазір қызым беріп отырмын. Қайта елдің өсіп туған жерім осы Зеленский район, Бәйтерек ауданынан. Енді бүгін үлкен қуанышқа жиналып отыр. Исқақ құдаша, енді бәрімізге де рахмет, қуанышыңыз арман болсын, көптен қуаныш, айлақта да жақсы болайық, тату болайық, құдағынан жылдық, күйеу жылдық болып, жақсылыққа кездесейік, осы отырған бәрімізге де тек, қай жерде де тек, тойымыз көп болсын, қуанымыз жағынан болсын, бәрі жақсы болсын. Құрметті құда-құдағайлар, қош келдіңіздер. Біздің аса қадірлі құрметті Ысқақ құда, Айып құдағай, қуаныштарыңыз, сіздердің қуаныштарыңызды ортақ бөлісуге келіп отырмыз. Мен өзімді таныстыра кетсем, Айбек Арудың ағасы боламын, Ақтөбеден келіп отырмын. Құдағайлар, құдаларымызбен бірге бол деп шақырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздерге мың алғыс. Дентеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Осы айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын. Жақсы, құдағай қош келіп жатыр сіздің дастарханыңызға. Құтты, қайырлы қонақтарың болсын, ұзағынан болсын. Дастархан тек жақсылыққа жайылсын. Мен осы құдаға болып келем осы әулетке, жаңа айттым ғой. Айбек пен Арудың ортанша қызын алып отырмын. Айбек пен Арудың құдағай. Рахмет, ауылдың кісілерім бар, бірті молодой пенсионерлер бар, ағаларымыз бар, көңіл көріп жатыр. Қуаныштымын. Келген құдағайлардың қадамы құтты болсын, мың жылдық құда болайық. Малдар бақытты болсын, жақсы дастарханда тойда келсек. Рахмет көп. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер мына Ысқақ құда мен Айгүл құдағайдың дастарханына. Құдағай, осы қонақтарымызға шақырғандарыңызға көп рахмет. Ал құдағайлар қадамдары құтты болсын, отырған жерлерің әрқашанда көр болсын, екі ортаға тұрған көпірлердің тұғыры берік болсын. Гүлжанар мен Алтай бақытты болсын, үгірлі-шүгірлі болсын. Осындай қуаныш дастарханда кездесіп жүре берейік. Мың жылдық құда болыңыздар. Рахмет, көп рахмет, тілегіңе мың алғыс. Әулетіміздің Oh,
Assalamualaikum қойшы қауым. Қош келдіңіз. Дастарханға ұзақта айырмаға қарай комментарий рахмет. Сөйлегеннен де дегенмен үлкен шаңырақ болғандығына кепілдіктерін таныстырып жіберейін. Артқан тілегімді білдіріп жатармын. Ең біріншіден мына үлкен кісіміз анамыздың көзі деп айтуға болады. Нағашы апам жаңылай есімі жаңылайтын. Содан кейін әкеміздей болып өткен үлкен ағам, немере ағам Қайырбай Қамтай деген, Қайырбай ағам мен Қамтай деген. Содан кейін өзіміз 5 ағайындымыз, 4 ұл 1 қыз. Ең үлкен ағамыз міне Ақылбай Әкеме деген. Содан кейін апа жездем бар, арда жездем болып ертарым шығып кетті. Сонан кейінгі ортаншы ағам Есенбай Гүлсара деген. Сонан кейінгі ағам мына өздеріңіз күйеу болғаныңыз аға жеңгем Алтай Гүлжаннан қонақ болып келіп. Сонан кейінгі өзім үй иесі ретінде бірінші тілегімді айтып отқан нем бар. Алмас Гүлнұр деген. Сонан кейін үлкен ағамның үлкен баласы інім мен келінім Тазарат Саманқұл деген. Саған келінді үлкен сөйлегеннен кейін беремін. Ашат, асықпаңыз, ашат. Болды ма? Рахмет. Құда-құдағайлар тілегіне еткен маңғалғыз, енді аттан боласақ та салттан құламаған қазақпыз. Рәсімдердің бірі құйрық бауыр дәмету дейді, төс қағыстыру дейді. Енді келіңіздер. Келін, күшті қазақи. Так, сіздер мына жаққа келіңіздер. Аба! Аға күштерін жібереді. Келіңіздер. Ар жаққа қарап тұрайық. Мына чуть-чуть арқа. Құда-құдағай. Қайда, құда-құдағай. Келіңіздер. Төс қағыстыру керек. Күресеміз десін. Төс қағыстыру керек. Бар. О, келіңіздер. Келіңіздер. Кішкі араларымыз ашылып болады, мына жер араларды ашық. Ең бірінші құдалардан бастайық. Сіз қыз беріп отырсыз, қыз алып отырсыз, дұрыс қой. Енді қыз бергеннің назы бар дейді, бірақ сонда да құдалық той бір-бірлеріңізбен төс қағыстырасыздар. Қазақтың киелі саны 7 дейді, 7 рет төс қағыстырасыздар. Бір-бірлеріңізді иістеріңіз сіңіп қалатындай қылып. Төс қағыстырамыз, құйрық бауыр бір-бірімізге дәметеміз. Жақсы ма? Мына жерге ортаға. О, құда, жөнді құдағайлар тұрамыз пока. Келдік ал, жабалап қошымен қосылайық. Құйрық бауырдайды. Дәрігенді микрофон берші кішкене әлем. Рас. О. Жабалап қошымен қосылайық. Ай, молодцы! Рахмет. Құдағайлар, жандарым
бірінші. Енді былай істейсіздер сіздер. Түс қарыстырмайсыздар, бірақ бет сүйістіресіздер. Ой Алла. Бет сүйістіресіздер. Жасыма шыл-шыл етіп жетіреді. Действительно, соқ. Негізі айтылады ғой, құдағилар тыныш болса, жастар да тыныш болады дейді. Жақсы. Кеттік ақ. Шамалап қошырет болсамай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, қалған құдағайларға тарап берейік. Құдағайларға, бәрекелді. Құйрықтай жұмсақ, бауырдай бауырмашыл болуларыңызға бір Аллам нәсіп қылдай. Қол соғайық, қошемет білдірейік. Төртеуіміз бір есірекке сөзге түсіп аламыз ба? Жақсылап тұрып, давайте, төртеуіміз қолдарға түсеміз. Одан кейін құдағайлар құйрық бауырдан дәм алыңыздар, ас болсын. Және де қазір осы жерде дәм тарататын боламыз. Құдағайлардың әулетінен келген дәм. Бәрекелді. Келіңіздер ал. Фотоға түсейік. Күліп тұрайық. Кредит жоқ. Күліп тұрайық. Қысқан кредит жоқ тұрайық. Күліп тұрайық. Әжемен күліп тұрайық. Пенсия. Келесі жыл Тоқаев айтты, пенсия өсетін. Болды ма? Жайғасып алайық, жақсылап тұрып, алдыртып алайық. Әулеттің келіндері кім? Жиен. Сол. Кім? Үйі қош келдің. Ал, тілектімейміз, назарларыңыз ортада болсын. Ал енді жақсы Налиман құда, құдағай, жаңағы Нұрғай құданың балдары. Одан кейінгі жанар ең кенже балысымыз кенжеде ауылда қасымызда тұратын жаңа балалар одан кейін Дәурен деген менің ауылдан өзімнің қасымда ұяласында жоқ бір алланың ішінде тұрамыз. Ағамыз бар еді, келін келе алмай қалды. Одан кейін өзімнен кейінгі бажам кетелес. Бейсенғали балысым бейбұрын. Өзім балысым ер баладан жалғыз балысым өзі. Балысым да әмінде олар. Бейбіт жолдасы Гүлжан қордауын кісілінде қайын болатын менің жолдасымның апасы Екатеринбургтан келген Россиянка. Рахмет. Қалғандан қайымыз. Қош келдіңіздер. Құдағайлар. Көп рахмет. Өте қуаныштымын бәріңізбен танысып, көрмегендерді көріп, білмегендерді біліп, танысып жатырмын. Ауылды көріп қалған жатырмын. Біргемізді қысқа қайыр. Қуаныштарыңыз құтты болсын, құда шақырыңыздар. Ең үлкен енді Латсыдар. Бақытlarыңызге самған денсаулық болса, бірімізді тілейміз. Денсаулық болмаса ақша болсын, байлық та ештеңе тілейміз. Сол үшін бәрімізге денсаулық, солай қуаныштан қуаныш. Бәрімізге кездесе берейік. Келгендеріңізге көп рахмет сыйлап, алыстан келатсыздар. Бәрімізге көп рахмет. Ал Жизиянға құтты қонақтарың болсын дейміздер сізге. Қош келдіңдер құдалар. Адамдарыңыз құтты болсын.
біздің дастархан жақсылыққа жайсын, жаңараңызда той болсын деп. Бүкіл маңайдағы қатысушылардың бәріне қош көрдік. Ал қош көрдік, тойшы қауым, Ламат, Мажар, Айгүл, қазақтың қағидасына құдалықсындар қара шаңырақ жоқтатпай, құдаларыңыз мұжылық болсын, мұжылық болсын, құдам аңқы көпірдері, құдалар құтты болсын. Бүгінгі той шырауы бәрімізде көп қарауымен көшкен. Тойларымыз жағынан болсын. Отырған, төрде тұрған құдалар әрдайым орындарыңыз той болсын, гүл болсын. Екіншінде апара жесе, сіздердің үлкен міндетте құтылатсыздар. Ағалықтарыңызды көрсетіп, үлкен жаңа өзімнің бастасын, Алтай Жанар, сіздер енді әрдайым бірге болыңдар. Сіздердің артыңызда осындай үлкен құдалық деген сияқты біздің қазақтың қағидасы өтіп жатыр. Енді осы отырған бәріңізге де тек осындай қуаныш болсын. Маған бері көптеген үлкендердің достары айтылады. Сол достарға қосыламыз. Құдалықтың болсын, рахмет көп. Ассалаумағалейкум, тойшығау, аға жеңге, тойларың құтты болсын, құдалықтарың мың жылдық болсын, құдағайлар қадамдарына үлгі өтсін. Тек осылай аңда-сарқанда ойнап күлуге жалсын. Енді аға жеңге сіздерге осы бір жас болсақ та шақырып үлгі көрсетіп жатсыздар. Осы арамызда күліп ойнап жүре береміз. Сіздердің ақылдарыңызды тыңдап жүре берейік. Біз аман болайық. Бәрі керемет болады деп ойлаймын. Апа жезде бақытты болсын. Солар арқылы сол тойда болып жатыр қой енді. Рахмет. Жас болсақ та шақырып көрсін, білсін. Жас құтты болсын. Құрметті қонақтар, құрметті құдалар, Айгүл апа, аса құда қысқарда Айгүл апа деп құдаға өте ризамын, рахмет. Құдалық мұңжылық болсын, өте ризамыз. Шақырғаныңызға танысып жатыр. Аман болайық бәріміз. Жақсылыққа кездесейік, құтты болсын. Ал жолдасын жалғастырады. Енді барша тойшы қауым, біздің Ысқақ құда мен Айгүл құдашамыздың жайып жатқан дастарханына қош келіп жатырмыз. Ысқақ құда, Айгүл құдаша, енді сіздерге көп рахмет. Жас демей, сол жолымызды сыйлап, сән салтанатымен қарындастарымыздың құдалығын жасап жатсыздар. Ағалық өздеріңіздің борыштарыңыздан қараласыздар. Бәрі оңынан болсын. Сіздерге келген құдаларыңыздың қадамдары құтты болсын. Құдалар енді сіздермен барлықтарыңызбен танысып жатқанымызға қуаныштымыз. Көрген жерде осылай сәлеміміз түзеу болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Салынған көпір ұзағынан болсын. Сол қарындасыңыз бен күйеу балдарыңыз бақытты болсын, ұзақ ғұмыр сүрсін. Солардың тек қызығын, жақсылығын сіздер көруге бұйыртсын. Сізге де осындай үлкен мәртебе, үлкен мейрам, үлкен қуаныш тілеймін. Тек жақсы күнде, осылай жақсы жаңалықпен кездесу бұйыртсын бәріңізге де. Рахмет, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Yeah.
Bir burulup karamay, bu kovulup baraday. Erken suygun yürekten obalay, obalay, obalay. Şalgandağın baladay, şalgandağın janaday. Yüreğimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bir burulup karamay, bu kovulup baraday. Erken suygun yürekten obalay, obalay, obalay. Rahmet. Al kelіңіздер. Міне келіңдер, жайғасайық. Былай қарай тұра қойып, бәріміз келдік па? ыңғайласып тұр ғой. Сіз білесіз ба? Бұл заңға келеді, сіз онда болса. Ассалаумағалейкумдер, саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Той тойлар болсын. Қуаныш ортақ, дауыттарыңыз мың жылдық болсын. Аман. Тапсайын, балдарымызға таныстыр. Мынау жаңа келіп жатқандар шеттен бастайды. Мынау Арухат басымен Айбек күйеу баламның, қазір үлкен жиенім күйеу балам Ернар Элмеран. Одан кейінгі Арайлым жиеніміз, Элмеран сіңлісі, күйеу баламыз Құрманбек Арайлым. Одан кейін өзімнің балам, інімнің баласы Бектас, келінім Самал. Айгерім, кенжетай кішкентай жиеніміз. Оған. Ал енді құрметті қонақтар, көке мен тәте апаның жайған ақ дастарханына алып уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Құдалық мың жылдық болсын деймін. Құдалар құтты болсын қадамдарыңыз. Мына салынып жатқан алтын көпір ұзағынан болсын. Бәріңізге саулық тілеймін. Тек шаршасаңыздар, тойдан шаршаңыздар деймін. Бар жақсылық тілеймін. Құдалықтың тек жүрегі. Алғыс құрметті тойшыл, той құтты болсын. Құдаларым қадамдарыңызға көрмесін. Құдалық мың жылдық болсын. Қуанышты күндер көп болсын. Айтқан тілегім бәріне қосамыз. Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Көке Катяпа, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, сіздерге бар жақсылықты тілеймін, дендеріңіз сау болсын, жұмыстарыңыздың жемістен, көліңіздер үлкендер аман болсын, ақ дастарханда, тойда, қуанышта кездесе берейік, бар жақсылық тілеймін. Құрметті құдалар, қадірметті қонақтар, қош келдіңіздер. Құдалар, қадамдарыңыз оң болсын, мың жылдығынан болсын. Дендеріңізге саулық тілеймін. Отбасыларыңызға амандық болсын деп. Ал көке Тәтипа, осындай кереметте кеш ұйымдастырғандарыңызға барлық ағайын туған құданың басын қосып, шақырғандарыңызға рахмет. Сізге дендеріңіз сау болсын деп, осылай әрқашан дастархандарыңыз ағынан жайылып тек тойға, қуанышқа жинала берейік. Дендеріңіз сау болсын, сол астан ғашық болып әрқашан тек Бұл кісілерді той бітіп жатқанда тілдеп жатыр ғой. Ал, қуаныш құтты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Дәулеті қосыла берсін дәулетіне, сәулеті қосыла берсін сәулетіне. Ағайын бір айқайлап тұр. Ал, құтты болсын. Сөз кездегі өздеріңізде, енді мына жерде табыстайтын заттарыңыз бар, табыстауға рұқсат. Назарларыңыз ортада болсын ағайын.
енді әзірше пока сөйлемеймін, істемесін. Құда айтады деген, құтты қадамдарыңыз болсын, адамдарыңызға гүл бітсін. Әруақта тек отырған жерлеріңіз төл болсын, көргендеріңіз той болсын. Барлық қонақтардың бәріңізге де рахмет. Мына жерде алыстан келген қайынапамыз бар, Айман. Құдашам бар, Ақтөбеден келген. Өзім ағам бар, Астанадан келген. Ағам бар, алыстан келген. Құдағай бере тұрыңызшы қарай. Бәріңізге де рахмет. Мына жерде құрдастарым бар, ауылдан мені көтеріп шашбауымды келіп жатқан. Аға жеңгелерім, апа жезделерім, қарындас күйеу балдарым, бәріңізге рахмет. Енді бір тағы айтайын деп отырған бір жақсы білем, қонақтар. Мен шынымды айтсам, осы неге сіздермен бірге келдім. Ауылда оқуына келген жоқ, ұйымдастыруға. Мен ең бірінші қолпаштан ұйымдастыру бастаған мына балқыздарым Бейбіт, Гүлжанат, Балжан мен балқыз. Осы кісілер, осындағы шаруаларды бізге ыңғайластырып берген. Рахмет көп. Өздеріңізде де осындай той болсын, осындай құдалық болсын. Шағали айтайын, өзім жиендеріммен бірге жүрсін апасының қасында. Ал. Айтам қазақ. Қонақтарын айтпады. Кім бар тағын? Бәріңізге рахмет. Сосын бір асаба жігіттер қайда. Тоқтап не деп жатқан жоқ па? Мен де барайыншы. Мұндай шәл беремін. Bir şartlarımız var mı? Ben şartlarımız. Hoş geldin mi? İlgim sen mi? Tak, әулеттің құда-құдағайлары, құда-құдағалдары рұқсат болса сіздерді асабалардың ортасына шақырсақ дейміз. Ал, келіңіздер. Қол соғайық. Şerjemiz bilir, bilir sabah oynamamız. Uaqt var. Ya осындай да тамада жаман болып қалады екен. Ал келіңіздер. Билеп отырған нәрсеге құда-құдағайлар жақсылап тұрыңыз. Не істейміз? Айдаба, не істейміз? Айдаба, не істейміз? Артына біреу кетіп барады қазір. Бәрін жинап жатыр. Мафия болады. Жақсы, енді қонақтарым бәріңізде қош келдіңіздер. Жақсы дәрежеде өтті деп өзім көңілім толып тұр. Бәріңізге көп рахмет. Бірінші енді мен соңғы сөзімді айтпастан бұрын құдаларыма жаңағы сый сияпатымыз негізі кеттеспейміз деп біз айтқанбыз. Бірақ сонда да бір үйге бір сыйлық деп кішкене сыйлығым бар еді, соны табыстап жіберейін сіздердің алдарыңызда. Арамыз татулықтан, сыйластықтан ғана тұрсын деп, денсаулық тілеймін бәріңізге де. Құтты қадамдарыңыз болсын. Рахмет, аман болайық. Бірден дән. Енді бұл дәнді айта кеткен өзімнің 3 жиенімнің әзірлеген сіздерге көмегі, қыздардан, жиендерден Эльмира, Арай, әйгерімнен қабыл алыңыздар.
Енді отыра бермеген Жоқ. Кім отыр? Жоқ, айтып отыр. Сценарий қорқпай. Баршаңызға рахмет. Енді үлкен рахметті бұл жерде осы ең үлкен кісі Ақайқыдаға рахмет айтқым келіп тұр. 80-нен асқан жасына қарамай осы жерде билеп жүр, көңіл көтеріп жүр. Рахмет, сізге Алла қуат берсін. Жүре беріңіз осындай қуаныштарда. Одан Тәтеме Екібастұздан келген, сізге рахмет. Уақытында ұшып келіп, айтқан сөзіңізді жерге тастамай. Апама енді бөлелер, құрдастарым, достарым, сізге рахмет. Бізді қолдап, далаға дәміп әкеліп жатсыз ауылдан. Рахмет көп. Одан Айман апам алыстан келген бәріне рахмет. Құда-құдағайлар, қайныларым, бәріңізге енді бөліп жармай. Одан үлкен рахмет өзімнің інім, бауырым. Енді менің сөзім бір ауыз сөзді жерге тастамай, осылар атқарып келе жатқан інім, артында келінім Гүлжанар. Ештеңе уайымдаған жоқпын, бәрі осылатып. Енді не айтайын, ауылдан Жанар сіңлім қолдап қолпаштап жүрген Жомарт қайным, бәріне рахмет. Ешкімді бөліп жармайын, қайын сіңлілерім бәрі атсалысып жатыр осы жерде. Ауылдан келген арсыным, апа, жезделер, бәріңізге де рахмет. Ризамын. Шақырған қонақтарым бәрі де толықтай келді. Төбеміз көкке жетіп. Енді жақсылықтың дастарханында ғана кездесейік. Сол толықтым. Амин. Амин. Тойдар мәресіне жетіп қалған сияқты. Ағайлар, бәріңізге де көп рахмет. Есіктен кіргеннен, есіктен шыққан жарына құрметтер алсындар. Құрметтеріңіз Алладан қайтсын. Сый-сияпаттарыңызға да көп рахмет. Қазақтан махаббатқа көрген тамақ иман болмай, ықылас естен кетпейді. Ықыластарыңыз рахмет көп. Балық берді емес, тек балаларыңыз аман болсын, өздерің аман болыңдар. Ауылдарың бүтін болсын, дендерің сау болсын, тек тыныштық аман болсын. Тек бала қызығын көріп, бәріңіз де осы отырған жүре беріңіздер. Көп рахмет, алғысым. Амин. Ана ең үлкен ағама, көрші ағам, қайнағам деп айтайын ба, атамыз деп айтайын ба, сол сізге рахмет. Қайдан келді? Мен ауылдан келді. Қайдан? Келеді. Әлі келеді. Рахмет сізге. Болды ма? Жақсы. Жақсы болса болар, иә. Құрметті құда-құдағайлар, жаңа апамыз рахмет, айтқан бадаңыз қабыл болсын. Мерейтой мен тойларға шақыра бер, ойланба, сіз десейік, біз десейік, Алла мамандығын берсе, Абдоллахтар әулетіндегі әр қуанышта кездесейік. Ағалармен керек, апалармен сән керек, бізде ағайын үйге бар, демалайық, жалмауызға да жан керек дейді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тойдан тойға аман есе жете берейік. Атырақ 80-ге дейін беге, 80-ден кейін неге.